Тіршілік көзіне тарғып отырған ауылдарға таза су жеткізетін ауызсу бағдарламасы жетесіне жетпей тоқтап қалғаны белгілі. Енді оның орнын басқа Ақбұлақта осының кебін киюде. Оның орындалуы кешігуде. Бұл жайында бүгін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз маслихатында Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігі Болат Жәмішев мойындады. Мемлекеттік бағдарламалардың өз деңгейінде іске аспай жатқандығын айта үкіметтегілерде шаршады. Обалы не керек? Халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған бірнеше шаралар қабылдануда. Іске асыруға жұмыла кіріседі, қаржы бөлінеді. Биік мінбелерде қолға алынған мемлекеттік бағдарламалардың ойдағыдай атқарылмай жатқандығы сыналады, мінеледі, айтылады. Алайда олардың орындалуы әзірге көңіл көншітпеуде, әсіресе таза ауыз суға байланысты. Биыл ауыз су бағдарламасы аясында жалпы көлемі 83 миллиард теңге болатын 304 жоба жүзеге асырылуда. Бағдарламаның басты мақсаты 2020 жылы 80% ауылды және барлық қалаларда сумен жабдықтау көзделуде. Биылғы жылдың қорытындыларын алатын болсақ, бағдарламаны жүзеге асыру қарқыны бойынша біз кешеуілдеп барамыз. Алайда министрлікте осы бағдарлама аясында жасалатын жұмыстарды ұйымдастырудың жолдары қайтадан қаралып жатыр. Халықты толғандыратын тағы да бір сала ол жол мәселесі. Әлемдік рейтингте еліміз жолдың сапасы жөнінен 117-ші орында. Бұл 144 елдің ішінде. Әлеуметтің осы бір саласы талай рет елбасының сынына да ілікті. Еліміздің басқа өңірлерін қойып, өзіміздің елорданың жолдарының сапасы сын көтермеуде. Алайда көлік және коммуникация министрінің берген мәліметіне сүйенсек, біршама жұмыстар атқарылған. Биылғы жылдың өзінде біз 2200 километр республикалық маңызы бар жолдарды жөндедік. Соның ішінде Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізі бойында 5 облысын аумағы арқылы 1853 километр бойында құрылыс жұмыстары атқарылды. Қазақстан әлемде жемқорлық жайлаған ең жоғары елдер қатарында. Transparency International халықаралық ұйымы жүргізген рейд бойынша еліміз 140-шы орынға тірелген. Әсіресе осы жылы орамал тон болмайды, жол боладың әсіре сілтеп жіберген ірі шенеуніктердің ұсталуы жиіледі. Все, кто здесь. Менің қасымдағылардың да, осы жерде отырғандардың да перседей пәк екендіктеріне кепілдік бере алмаймын. Ал әркімде моральдық жауапкершілік болуы керектігімен келісемін. Баспана бастауы. Бүгінде әрбір екінші қазақстандық жас отбасы пәтердің тауқыметін тартуда. Аяқтауына бірнеше күн қалған осы жылдың қорытындысы үкімет 6,8 миллион шаршы метр тұрғын үйді тапсыруды жоспарлап отыр. Жанерке Жұматаева, Шыңғыс Сүлейменов, СТВ телеарнасы.